Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қаңтардың 28-і. Сабақтың тақырыбы қыста қалай киінеміз. Как одеваемся зимой? Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Новые слова. Қыс, зима. Қыста, зимой. Қалай, как. Қалың, толстый, толстая, толстая. Жұқа, тонкий, тонкая, тонкая. Суық, холодный или холодный. Жылы, тепло или теплый. 26-шы бет мәтінмен жұмыс жасаймыз. На 26-й странице будем работать с текстом. Қыста Анель мен Анна далада ойнайды. Зимой Анель и Анна играют на улице. Күн суық, день холодный. Анель тоңбайды. Анель не замерзает. Оның күртешесі қалың, у нее куртка толстая. Анна тоңады. Анна замерзает. Оның күртешесі жұқа. У нее куртка тонкая. Бас киімі жоқ. Нету шапки. Анна, қалың күртеше ки. Анна, надень толстую куртку. Бас киім ки. Надень шапку. Қыста жылы киім. Зимой одевайся тепло. Аурудан сақтан. Защищайся от болезней. Келесі тапсырма. Оқылым 26-шы бет 1-ші тапсырма. Анельдің бас киімі бар. Аннаның бас киімі жоқ. Оқу тапсырмасы 27-ші бет 2-ші тапсырма. Жазылым. Сөйлемді толықтырып жаз. Дополни предложение. Анельдің күртешесі қалың. У Анели куртка толстая. Аннаның күртешесі жұқа. У Анны куртка тонкая. Запомните слово қалың, толстая, жұқа, тонкая. Айтылым, говорение 27-ші бет